Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін медовый пирожнойлар істеп үйренеміз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен жұмыртқамызға шекер салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Мен 2-3 минуттай араластырдым. Сонан соң содамызға уксус салып көпіртіп аламыз. Және де соданы жұмыртқалы массаға салып, жақсылап араластырып аламыз. Газға қойға болатын ыдысқа әселімізді салып, үстіне кішкене ғана сода саламыз да, газға орташа отқа қойып, үнемі араластырып отырамыз. Әсел күйіп кетуі мүмкін, сондықтан үнемі араластырып отырыңыздар. Әсел осындай қоңырқай карамельді түске ену керек. Сол кезде үстінен сары майымызды салып, сары май ерігенше отта ұстаймыз. Сонан соң жұмыртқалы массамызға еріген әселді аз-аздан қосып араластырып отырамыз. Бәрін бірден қоссаңыздар жұмыртқасы пісіп қалуы мүмкін, сондықтан шетінен қосып отырыңыздар. Енді ұнымызды саламыз. Қамырымыз жақсы көтерілу үшін ұнды міндетті түрде електен өткізіңіздер, және де бірнеше бөліп салыңыздар. Сол кезде сіздердің қамырларыңыз жақсы көтеріледі. Міне қамырдың қоюлығы осындай болу керек. Енді бұл қамырды тура етіп 2 бөлікке бөлеміз. Міне 2 ыдысқа бөліп алдық. Мен таразы қолдандым. Сіздер көз мөлшермен бөле берсеңіздер де болады. Енді ыдысымызға орналастырамыз. Менде 30-да 40 шамасында жайылды. Жұқа қылып жая беріңіздер, ол көтеріледі. 180 градуста 5-6 минут пісіріп аламыз. Енді мынандай сетканың үстіне сулы шашығымызды қойып, оның үстіне қамырымызды орналастырамыз. Міндетті түрде қамырдың бетіне қағаз қойыңыздар, себебі жабысып қалуы мүмкін. Енді осыны орап қоямыз рулет түрінде. Енді кремін дайындаймыз. Алдын ала сары майды тоңазытқыштан шығарып дайындап қойыңыздар. Сол сары майды жақсылап миксерлеп аламыз. Енді оның үстіне қойылған сүт, яғни сгущенкамызды құямыз. Және де екеуін бірге жақсылап біркелкі болғанға дейін миксерлеп аламыз. Сонымен бізде кремі дайын. Қамырымызды жаңағы сулы майлықтардан босатып алдық. Енді қағаздан түсіріп кесуге дайындаймыз. Міне мен 14-14 сантиметрден дәл ортадан, және де әрбір бөлікті 4 сантиметрден өлшеп дайындап алдым. Сол бойынша кесіп шығамын. Сіздер көз мөлшермен кесе берсеңіздер болады. Барлығын кесіп дайындап болған соң кремімізді жағамыз. Барлық жеріне біркелкі етіп жағып шығыңыздар. Барлығына кремді жағып болған соң әрбір бөлікті осылай орап шығамыз. Міне енді әрлеу жолын көрсететін боламын. Бірі қалған крем, бірі ертілген шоколад.
кондитерский мешогымызға басына гүл тәріздес насаткамен осылай кремдерімізді құйып шығамыз. Ал екінші түрі ерітілген шоколадпен басын кішкентай етіп қиып аласыздар да осылай әрлеп шықсаңыздар болады. Әрине барлығы өз еркіңізге, фантазияңызға байланысты. Міне біздің пирожнолар дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын.